Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен сүзбелі чизкейк дайындайтын боламыз. Өте нәзік, ауызда еритін керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызды алып, осындай бөлме температурасындағы еріп тұрған майды аламыз. Үстіне қантты қосамыз. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның описание бөлімінде жазып кететін боламын. Және де шанышқыны көмегімен араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Араластырып жібереміз де еліктен ұнды өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, каналымда апта сайын жаңа рецептер шығып тұрады. Сол үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңағы рецепттерімді өткізіп алмайсыздар. Және де лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қазақша каналдардың дамуына үлес қоссаңыздар болады. Міне бізде жұмсақ қамыр шықты, қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді бірден пергамент қағазының үстіне осылай ешқандай да ұн сеппей, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Енді форманың астыңғы бөлігін аламыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Видеода көрсетілгендей жан-жағын жинап аламыз. Осылай бізде жан-жағы кішкене шығып тұруы қажет. Ол бізде пирогтың жандары болып шығады. Енді видеода көрсетілгендей жан-жақтарын осылай істеп шығамыз. Шанышқының көмегімен тегістеп аламыз. Енді сүзбелі салманы жасаймыз. Бізге 400 грамм осындай сүзбе қажет болады. Мен блендерге осылай езіп алатын боламын. Үстіне қант қосамыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Сізде блендер болмаса, шанышқының көмегімен езіп алыңыздар. Және де жұмыртқа қосамыз. Мен 2 жұмыртқа қостым, мына жерде екінші түспей қалыпты. Енді әбден біркелкі болғанша блендермен шайқап аламыз. Осындай бізде сұйық масса шығуы қажет. Енді қамырымыздың үстіне осы массаны құйып шығамыз. Қасықтың көмегімен біркелкі етіп, тегістеп шығамыз. Және де пирогтың үстін қарақатпен әсемдеп шықсаңыздар болады. Қарақат болмаса, кез келген жидектермен әсемдесеңіздер болады. Әркімнің өз қалауы. Енді біз пирогымызды 180 градуста қызып тұрған духовкаға 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Осылай беті қызарып пісуі қажет. Енді біз әбден суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Жан-жақтарын осылай қант ұнтағымен әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне біздің пирогымыз осындай болып шықты. Өте нәзік, дәмді, ауызда еритіндей болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше достар.